және бұл бейнебаянды бастамай тұрып сіздерден әрбір шығарылған бейнебаян астына өз пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жазуға сұраймын. Маған үлкен қолдау көрсетер едіңіз. Бүгінгі бейнебаянда мен қол массажын істеп, содан кейін бәрімізге танымал балалық шағымызда ойнаған екі ойынды көрсеткім келіп отыр. Біріншісі ол қолдың түршіктіріп былай қай жерде тоқтағанын білу керек адам. Орысша айтқанда мурашки деген ойын болып еді. Ал екіншісі қуырмаш. Ең біріншіден қолға кішкене крем жағып, теріні ылғалдандырып көреміз. Кішкене қолға спа бар. Оң қолға жағып көрдік. Енді сол қолымызға жағамыз. Сол қолға жағамыз. Бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, жылтыр жүмек, және де кішкентай бөбек. Сіздер визуалды түрде қарап, өздеріңіздің қолдарыңызды да елестетуге болады. Қолды осылай кішкене тартыңқырап, бұлшық еттерді жібітіп, біздің қолымыз бізге көп жұмыс жасайды. Күннің ішінде барлығын осы екі қолдың арқасында істейміз. Мына жерде енді бірінші осындай ағаш таяқшасын алып, жаңағы ойынды ойнап көрейік. Ойынды ойнаған кезде біз бірінші кішкене былай баланы шатастырып, түршіктіріп барлық қолды. Содан кейін көзді жабамыз. Көзімізді жапқаннан кейін қыдық мынау линия жаққа жеткенге дейін біз қыдықтауымыз керек. Адам жабық көзбен жаңағы жерге қол жеткенді
сол ойынның мәні негізі осылай массаж істегеннен кейін денені былай түршіктірсе адамның терісі солай тиіспей қалады. Ал қайтадан көзімізді жұмайық. Қыдық, 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 қыдық. Жоқ, жетпеді тағы да. Ал енді мындай ағаш таяқшамен істеп көрейік. Көзімізді тағы да жұмамыз. Иә, енді ағашпен тері сезеді екен. Екінші қолымызда ойнап көрейік енді. Кішкене түршіктіріп қоямыз. Көзімізді жұбамыз. Қыдық, 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 қыдық. Қыдық, 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 қыдық. Қыдық, қыдық, қыдық. Иә, енді сезетін боламыз. Жақсы. Осы ойынды тағы мындай кисточкамен ойнап көрейік. Бір қызық жері, мен осындай кисточканың қазақша аудармасын білмей Google'дан сұрайын деп жазғанда желіде осындай кисточкаларды щетка деп қазақ жазын щетка деп жазады екен. Маған біртүрлі сияқты болды. Енді кисточка дей беретін бұл. Щетка деген келмейтін сияқты, келіспейтін бұндай. Макияжға арналған кисточкаларға. Көзімізді жұмамыз. Қыдық, 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 қыдық. Иә, енді қара сезетін болдым. Ал енді оң қолында көзімізді жұмамыз. Қыдық, 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 иә, дұрыс бір келді. Енді барлығымыз балалық шағымыздағы қуырмаш өлеңін есімізге түсіріп көрейік. Қазақ балаларының барлығы да біледі деп ойлаймын. Кішкене балалық шағымызды еске түсіріп бір жаттанып қалайық. Қуырмаш, қапидай жар, бас бармақ, балалы ерек, орта терек, жылтыр жүмек, және де кішкентай бөбек. Сен қойды бақ, сен сиырды бақ, сен жылқыны бақ, сен түйені бақ, сен же қазан жалап үйде жат. Үйде кәмпит бар, қаймақ бар, балмұздақ бар, кәмпит бар, шоколад бар. Ал мынау жерде қыдық бар. Оң қолымызда қуыр
ендеше бейнебаянымызды тоқтатып ұйықтайық. Енді кішкене баламызды жаржаңқырап қолға жасалған массаждан кейін ұйқысы келіп жатып қалды. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Саусақтарыңызды жоғары